Сәлеметсіздер ме, менің тыңдармандарым? Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Адам тозаққа да төзеді» екінші бөлім. Соңына дейін тыңдаңыздар, өте әсерлі әңгіме. Ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. ИТК еңбек түзеу колониясы. Жай айтқанда түрме абақты. Үлкен бөлменің іші айнала сәкі. Үсті адамға лық толы. Жан таяр жер жоқ. Дегенмен екі адам ығысса, бір адамға орын табылады. Бір шетке келіп орналастым. Айналама қарайым, барлығы дерлік ауылдың адамдары, қазақ. Кіре беріс бұрышта шарт жүгініп, екі көзін жұмып, бір қария теңселіп күбірлеп отыр. Бақсам, бұл кісі қари екен. Екі көзі көрмейді. Құранды жатқа оқып отырғаны. Татар молдасы. Әркімнен ептеп сөз тартып қарасам, бәрі де 58. Қаптаған жау. Бірақ не жазғы бар екен еш қайсы анық білмейді. Әрине, ішінде пысықтары бар шығар, ал көбі қой аузынан шөп алмайтын момын қара шаруа тәрізді маған. Осыларды тізіп берген ауылдың белсенділері ғой. Болмаса жоғардан осыларды ұста деген қағаз келмегені қақ. Тегінде өзімізде қарап жүрмейміз. Біреудің өзі, біреудің ісі жақпайды. Оңай құтылудың реті келіп тұр. Мынау түгенше деп қаралаған қағаз түсірсе болды, тиеп әкетіп жатыр. Бірде басқа бөлмеден жылмаңдаған бір жас жігіт келді. Ұстараның пышағын жіңішке жаңқаға жарып саптаған. Алақанына жанып жібереді. Өткірақ. Маған жақсы болды. Сақал мұртында алып берді. Түрменің тәртібіне үйрендім. Ендігі азап біздің үйдің адамдарына, әсіресе әйелім Күлпарға ауысты. 2 күннің бірінде тамаға келеді. Әкелме дегенге болмайды. Күн ыстық, тамақ берушілер көп, сарсылып кезекте тұру керек. Тамақ алушыға сәл нәрсе жақпай қалса қабылдамай, бетіне қарай лақтырып жібереді. Ол күні үйге жылай қайтады. Ал алғанның өзінде тепсініп, бәрін аударыстырып, төгіп шашып міндетсіп болады. Әйтеуір бәрі кемсіту, қорлау үшін істеліп жатқандай. Ызаң келеді. Айтуына қарағанда, бұрынғының көбі жөніне қалған, әншейіндегі жора жолдастың көзқарасы өзгерген. Тіпті қарама қарсы келіп қалғанда бұрылып кетушілер де жоқ емес. Редакцияның шамалап азық-түлік керек жарақ беріп тұратыны бар еді. Оны қойған, ақыры аяғы керосинді де қимаған. Бәріне төзуге тура келеді. Бір күні заттарыңды алып шығыңдар деп бұйырды. Қайда барар екен? Қап, үйдің іші қабарсыз қалатын болдау. Жоқ, алысқа апарған жоқ. Топырлатып айдап әкеліп бір подвалға қамап жатыр. Картоп сақтайтын үлкен қойма. Камераларды дәрілеу үшін босату керек болған екен. Адамның есебі жоқ, ығы-жығы. Бірін-бірі іздеген дауыстар. Маған да таныстар табылды. Біреуі зейін сатып алдын. Жақсы таныспыз. Қалаға оқуға келген алғашқы жылдары осы кісінің үйінде пәтерде жаттым. Облыстық милицияның басшы қызметкері. Қыр мұрын, қара мұртты, өңі ақ сұлу жігіт. Әңгімешіл, ертегісінің түбі жоқ. «О, сен мұнда қашан келдің?» дейді амандасып жатып. Жақын жездеміз. Бұрын Темір аудандық атқару комитетінің секретары болған. Қазір осы қалада тұратын Құсайын Әлімбетов. Ертеде біздің ауылдарда өкіл болып барғанда ақ байпақ атанып кеткен, егде тартқан Сәрсенов деген кісіні де көзім шалды. Степной аудандық милициясының қызметкері әбді тіпті де көрдім. Бәріміздің әңгімеміз бұл қалай, не болып жатыр? Бірақ қиын жұмбақтың шешуін ешкім таба алмайды. Жақында этапқа жібереді екен деседі. Этапқа жібереді екен деген сөздің шындыққа айналатын сазы бар. Мен де әзірленіп үйден етігімді, шинелімді алдырдым.
ұзынша төсеніш киіз беріп жіберіпті. Бір шетін тіліп 50 сом ақша тігіп тастаған. Оны да алдым. Қай жаққа жібереді, қаліміз не болады, қайтып ел жұртты көре аламыз ба? Кешікпей этапқа дайындады. Бәрімізді камерамен әкеліп, үлкен бір бөлмеге кіргізді. Төрде ұзын стол, оның үстінде таудай болып үйілген біздің карточкаларымыз. Стол басында отырған адамның үстіндегі шинелі қара түсті. Демек лагердің өкілі. Бірлеп шақырады. Маған да кезек келді. Рахмет, ұмытпаған екен. Аулаға шықсам бәрін қатар-қатар отырғызып қойған. Мен де жүрелеп отыра кеттім. Әр жерде қолдарында мылтығы бар күзетші. Қарсы алдымыздағы үйдің төбесінде бізге қарап құрып қойған пулемет. Қасында 2 солдат. Көптен таза ауаға шығып көрмегендіктен басым айналып, әрі суықтан тұла бойым қалтырап барады. Қайда апарар екен, не істер екен? Манағдай емес, менің де алда артым адамға толды. Қақпа жақтан дабырлаған әскери команда, арсылдаған иттің дауысы естіледі. Бір мезгілде бастықтар алдымызға келіп тұрыңдар дегенде, зерлеп отырумен аяғы үйіп қалған біреулер құлап түсіп, апыл-ғұпыл қайта тұрып жатыр. Төртеуден сап түзеп малша санайды. Мені және жүр тұрды білетін тағы бірнеше жас жігітті алға шығарды. Байластырып алған түйіншектерімізді иығымызға салып, маршқа дайын тұрмын. Мұндайда сәл өзгерістің өзі елең еткізеді. Ертелі кеш сарсылып отырғаннан апаратын жеріне бір жола апарып, маңдайға жазғанын көргеніміз дұрыс. Қақпа айқара ашылып, бізде қозғалдық. Екіге жарылып күтіп тұрған ішкі әскердің белгісі бар күзетшілер иттерін абалатып, бізді ортаға алып айдап жөнелді. Кішігірім тайдай неміс иттері біздің қоңыз иісіміздің мұрнын жарып бара жатқандай тілін жалап, қыңсылап, ұмтылып қояды. Бір шетке шықпай тығылса түсеміз. Бағдарымыз станция. Көше бойы толған адам. Бізбен қатарласып жарыса жүреді. Өз адамдарын іздейді. Айқай шу. Қайдан естігендерін білмеймін. Бір жерде әкем, шешем, әйелім тұр екен. Әне, деп көріп қалып олар да қатарласа кетті. Тіл қатуға болмайды, сөйлестірмейді. Және иттің абалауы еш нәрсе естіртетіндей емес. Кейде кесек қарға омбылап қалың қойып қайта қуып жетеді. Бір-бірімізді көріп қатар келе жатқанға төбеміз көкке жеткендей. Мамамның қолында кішкентай түйіншегі бар. Біресе омырауына тығады, біресе қолына алады. Бірақ бере алмайды. Кірпігінде іркілген жас. Сәл баяу жүрейін десең, ширешак деп ентелейді. Барған жеріңде қат жаз, естің бе, ұмытпа, дейді әйелім қатарласа түсіп. Маған көрсетпеген болып көз жасын сүртіп қояды. Сағидолла кіммен қалды? Көршіге қалдырып кеттік. Күн суық, әкеле алмадық. Әкем көрінбейді. Артқы жақта қалған ат шанасына кеткен болуы керек. Міне, бұл біздің әзірге ақтық тілдескеніміз. Қаланың ескі бөлігінің батыс жақ шетінде жаңа микроаудан мен екі ортада теміржолдың тұйық тармақтары бар. Соңынан осы тұстан машинамен өтіп бара жатқанда, осы күндер есіме түсіп кетіп, қасымдағы жігіттерге, Ақтөбе мені осы жерден ер кезегі 3-ке шейін дегендей 3 рет қызыл вагонға тиеп жіберді. Менде ар жоқ екен, 3-еуінде де қайтып келдім дейтін едім. Қазір міне соның 2-шісі. Кейінде енді 1-еу бар. Вагонға тиеу ұзақ созылған жоқ. Болдың астында оған қалай кіргеніңді сезбей де қалдым. Артыма бұрылып, қол бұлғап, дауыстап, қош болыңдар деуге шамам келді. Көзімнің алды бұлдырап, еш нәрсені дәл анық айыра алмадым. Тамағыма бір нәрсе тұрып қалғандай булығып, тынысым тарылып, көзіме жас келді. Суық тақтаның үстіне етпеттей бетімді
басып құлай кеттім. Вагонның есігі жабылып, шықырлатып құлып салып жатқаны сезілді. Бізді содан ұзақ алып жүрді. Жылы жаққа апара жатқаны ақиқат. Вагонның кішкене әйнегінің қырауы қалыңдай түсті. Көп жақпаса темір сынып, пеш тез суып кететінді шығарды. Кейбір станцияларда ұзақ тұрып, ақ түтек боранда ішке қар аралас кескен ағаш кіргізеді. Шелекпен қайнаған су әкеліп береді, нан үлестіреді. Әркімнің үйінен алып шыққан тамағы бар, әзір күйсіз емес. Үшеу-төртеуден қос болып тамақтарының ортасына қойып шайды сораптап отырады. Бәрі ауылдың қарапайым адамдары. Кімнің ішіне кім кіріп шыққан, бірақ саясатпен көп әуестігі жоқ адамдар екен түрлері ақ айтып тұр. Шет жағалап сұрап қараймын, бәрінің де кінәсі белгілі. Мысалда, бұлақтан су ішуге келген қозыға кездескен қасқырдың пәле жауып, өзің болмасаң сенің не нағашың, не жиенің деген кебінен айнымайды. Көңілдері жабырқау. Қай жерге келіп біз? Жер шамасын айыра аласың ба? Көзіңе не шалынады дейді маған. Мен үстіңгі тақтада кішкене терезенің қасында отырмын. Мен де кейбір көп жол көрген, неме дейсің? Тағы да әйнектің қырауын үріп тырналап кетіріп бетімді тақап қараймын. Баяғы орман, қалың ағаш. Көптен солай болып келеді. Ашық дала көрінбегелі қашан. Тоқтаған жерде станция көзіме шалынбайды. Үнемі әлдеқайда жүк пойыздарының арасында тұрамыз. Тоқтаса болды, мылтығы шошаңдап, вагонның алдын кезіп жүрген күзетшінің төбесін көремін. Осы шошаңдаған мылтық пен арсылдаған ит біздің ендігі тірлігімізде күнбе-күн артымыздан қалмай, кім екеніңді, кімге айналғаныңды есіңе салып, намысыңа тиіп, жігеріңді жасытатын, аяғыңды шалыс бассаң мылтықтың дүмі етпетіңнен түсіріп, киіміңді пәре-пәре қылған иттің өткір тісі денеңе қадалатын бара-бара білдік. Қалың орманның ортасындағы кішкене станцияда тұр екенбіз. Вагонның есігін ашып түсіре бастады. Өзімізге таныс тәртіп, түсесің де қатар түзеп отырасың. Фамилияңды айтқанда осындамын деп жауап қайтарасың. Тағы да алым берім. Малды да түгендеп алмай ма? Әкелгендер өткізеді, жаңа қожайындар қабылдап алады, басқа ұрып санайды. Орнымыздан тұрғызып, жан жағымыздан күзетшілер қоршап, иттерін абалатып алып жүрді. Жалғыз аяқ жолға сыймай қарға омбылап шаққа келеміз. Айнала орман. Бұрын соңды мұндай биік ағашты, мұндай тұнып тұрған орманды көрген емеспін. Ит мұрны өтпейтін деп осындайда айтады екен ғой. Біз едәуір ұзап кеттік, ал артымыз шұбатылып әрі станциядан шығып болған жоқ. Қары мұндай қалың болар ма? Тізеден келеді. Көк терге түсіп бір қараға жеттік. Айнала тікенекті темір тормен қоршап тастаған. Төрт бұрышында қарауыл тұратын биік баспалдақ. Алды артымыз жиналғанша теріміз басылды. Шағын будкіден бір-бірлеп өткізіп жатыр. Қабаттасып қалған адамды қағып жібереді. Сөзден гөрі қолдары жылдам. Ішке кірсек кең аула, орта жерде қар басып қалған 3-4 аласа жұпыны барак. Анау тұрған үйлерге барып орналасыңдар. Жапа-тармаға кіріп келсек үй дейтін сыйқы жоқ. Есік терезесі ашық тесік, іші мұздай суық. Түкпір жағында бір бөлме сымағы бар екен. Онда шапата сүйреткен үсті басы кір-кір толған шпана. Бізді көргенде әкелері базардан келгендей шуласып, қолдарын оқалап қуанысып қалды. Тек біз онша жақтыра қойған жоқпыз. Көп кешікпей оларды басқа жаққа алып кетті. Ух деп демалдық, ал орналасу керек. Суық сарай, аңғал-саңғал тоңып барамыз. О, азаматтар,
Өзіміз қимылдамасақ бізге ешкім жәрдем бермейді. Бұл тұрыстан не шығады? Міне материалдарын әкеліп қойған. Араларында пеш салатын ағаш шеберлері бар ма? Деді үзінде ұзын шинелі, басында буденовкасы бар егде тартқан орыс. Бұл кісінің бізге қашан, қай жерде қосылғанын білмеймін. Көптің ішінде не жоқ бәрі де табылды. 5-6 адам пеш салуға, енді бір тобы сәкі жасауға кірісті. Құрал сайман дайын екен. Адамдар өзара топтасып, ұйымдаса бастады. Есік алдына от жағылып, бір жағынан жылынып, әрі қар ерітіліп, су қайнатылды. Манағыдай емес, тіршілік белгісі сезіліп, көңіл тынши бастады. Мен танитын адамдарда табылды. Біреуі жоғарыда айтқан Құсайыным, көрші ауылдан Сайман Сейтмағамбет деген ағайынды. 2 кісі солардың жекжаты, ислам бірге келген болып шықты. Сұрастырып жүріп жақсы жолдасым Сақан Мұханбетовтың Баймырза деген ағасын тауып алдым. Бәріміз бір қос болып қатар орналастық. Көп адам қойсын ба, дегенше 2 қабат сәкі, нар да, пеш те дайын болды. Көпке дейін пеш түтіндеп, жас балшап кеткенше буланып, үйдің іші түтінге толса да, тұруға жарарлықтай күйге келіп қалды. Бұл біздің басымызға келтірілген алғашқы пайдамыз. Лагерге де зиян емес, қаңырап қалған үйін қалпына келтірдік. Біздің бұл мекенімізді НКВД-ның Унжа лагері деп атайды екен. Осы маңда Унжа деген өзен бар көрінеді. Бұл жер Горький облысына жатады. Ертеңіне асхананың үйін жөндеп, ысы тамақ дайындауға мүмкіндік туды. Манағы шинелді кісі асханаға бастық болды. Фамилиясы Волков. Сол жылдары Максим Горький деген бір үлкен самолет құлапты деп еститінбіз. Соған байланысты ұсталған адам екен. Москвалық деп таныстырды білетіндер. Бірте-бірте лагер тәртіпке келіп жандана бастады. Аштан өлмейтін, көштен қалмайтын тамағымыз бар. Монша салынды. Дәрігерлік пункт ашылды. Көп ұзамай тұтқындарды ағаш кесуге шығарады екен деседі. Ағаш кесу біздің өмірде көрмеген кәсібіміз. Ең қиын деп естиміз. Аспанмен тірескен теректі құлатып, бұталау, айдалада өскен бізге оңайға түспейтінін іштей сеземіз. Басқа түссе амал не? Бухгалтерияның маңын қашан келгендерін білмеймін. Бір топ алтын тісті грузиндер мен армяндар жайлап алды. Киім кешек қоймасы, асхана, тағы басқа зона ішіндегі жұмыстарға бұрын сауда саттық орындарда жұмыс істегендер ебін тауып орналасып қапты. Жайшылықтағы сияқты мұнда да талас, жылы орынды көздеу. Әрине, оларда айыптауға болмайды. Кім өздігінен азап тілеп алады, кімнің өздігінен ағаштың астында қалғысы келеді. Ертеңгі сағат 5-тің шамасында сорпа суымызды ішкеннен кейін сапқа тұрғыза бастады. Күн суық, жұмысқа апарады деген соң жеңілдеу киініп едім. Бас аяғы жиналып болғанша тоңып қалдым. Кім асыға қойсын, бәрі де аяғын зорға басады. Бұл үшін балағат сөздер естіп жатқандар да бар. Бәрі ештеңе емес, тек контра деген жанға батады. Колоннаның бас жағынан санап 30 шақты адамға келгенде бөліп тастап, ал мыналар саған тездетіп фамилияларын жазып ал, дейді қара көлеңкеде біріне бірі. Келесі топқа мен іліктім. Таныс адамдар әуелден бейімделіп тобымызды жазбай қатар тұрып едік. Мұнымыз ақыл болды. Бір бригадаға тап болдық. Бізді бөлек шығарып тізімдеп болып, мен десятниктерің боламын, фамилиям Тарасов, деді бір бүкір. Түрін байқай алмадым. Қазір мына құралда 2 адамға біреуден алыңдар, деп үйеулі жатқан ара балтаны көрсетті. Қаруланып алып шұбатылып жұмыс орнына беттедік. Қалың орманның шетіне алып келіп,
Мынау сендердің делянкілерің деп біздің бригаданы бөліп тастап кетті. Орманның арасынан ағашын кесіп, 4 бұрыштап жол салып, әр бұрышқа күзетші қойған. Өз учаскең ішінде еркін жүресің, тек шығып кетуге болмайды. Шыққанда қайда бармақ? Орманның іші жылы сияқты, жел жоқ. Бір жақсысы құрғақ, отын жеткілікті екен. Ашық жерге отты маздатып жағып, басы артық киім-кешегімізді соның қасына үйіп қойдық. Өмірде қолға ұстап көрмеген үлкен ара. Ағашты қалай кесуді, қалай құлатуды десятник көрсетіп жүр. Ойбай, байқа, әрі тұр, бұлай тұр, кет деп айқайласып біз жүрміз. Ағашты құлату, кесу, бұтарлау әдісін үйреніп кеткенше, бүкір десятник құлағымыздың құрыш етін жеп, әке-шешемізден дым қалдырмай, контрасын қоса айтып, жер-жебірімізге жетті. Алғашқы уақытта ағашты дұрыс құлата алмай адамды басып қалған оқиғаларда болды. Кейде ағаш біздің отынымыздың үстіне қарай құлайды, ал онда біреудің шәйнегі қайнап жатады. Тұра жүгірем деп өзіне зақым келтіріп алады. Жоғарыдан зуылдап құлаған ағаштың бір бұтағы тисе тіліп түседі. Біз де адам баласымыз ғой. Бұл жаңа кәсіптің мән жайын біле бастадық. Терек, қайың ағаштарын жарты метрден отынға, қарағай мен шыршаны 6 метрден үрлікке кесеміз. Кескен ағаштарымызды текше метрлеп штабелге үйеміз. Жұмыстың аяғында десятник келіп өлшейді. Кімнің қанша дайындағанын табелге жазып алады. Нормасы бар. Алатын нанымыз осы норманың орындалуына байланысты. Норма 3 текше метр мекен, қазір есімде жоқ. Білетінім орындай алмаймыз. Күніге тек 400 грамм ғана нан береді. Міне осылай жағдайымыз қиындай түсті. Күнде таң сәріде тұрамыз. Кешке дейін тыным таппай жұмыс істейміз. Бірақ ішер тамаққа жарымаймыз. Кімге шағынарсың? Біздің көретініміз тек десятник. Қазіргі тағдырымыз соның қолында. Күні бойы тынымсыз жұмыстан шаршап, аяғыңды сүйретіп қайтып келе жатқанда, тезірек деп күзетші қолындағы итінің арқанын босатыңқырап қояды. Кісілердің арасына қалай зып беріп, сүңгіп кеткеніңді білмей қаласың. Үлгірмесең, ит етегінен алып жұлмалай бастайды. Не деген қорлық. Баракқа жетіп, сорпа суыңды ішіп құлай кетуге асығасың. Ұйқың да қанбайды, тынығып та жармайсың. Азап ертең қайта басталады. Осымен қысты өткізіп, көктем тақалды. Жұрт жүдеуге айналды. Ауру сырқау көбейді. Аяқ киім тозып шапата киді. Шұлық-шұлғау кебуден қалды. От жағып, жылынып, су қайнатып, кептірініп, отты төңіректеп жүрді де, ымдап мені шақырып алды. Оны мұны сұраған болып тұрды да, мен сені десятник қойғызайын. Қолдап, жұмыс істегеннен жақсы ғой. Сен мына үстіңдегі шинеліңді маған бер, орнына бушлат берейін. Бәрі бір лагерде тұтқындарға шинел киюге рұқсат етпейді. Үлкен бастықтар көрсе, босқа айырылып қаласың деді. Әңгіменің жөні бар сияқты. Өзіме өлшеп тігілген атты әскердің ұзын шинелі еді. Қимасам да беруге келістім. Тек осы бригадада қалайын дедім. Көп ұзамай уәде орындалды. Енді табелді өзім толтырамын. Ең қиыны осы болды. Ағаш кесуге біраз жаттығып қалсақ та, норманы орындау оңай емес. Әркімді әліне қарай парлап теңестірген боламын. Әлсіз үлкен кісілерді бұтақ кесіп жинауға, от жағуға шығардым. Әйтеуір енді орман ішінде бұрынғыдай зәбірленуші жоқ. Ең қиыны, ең қауіптісі ағашты құлату. Сондықтан күні бойына немесе көп уақытқа жетерлікте етіп, бір жола құлатып аламыз. Сөйтіп сәл қолым босап, бір бөрененің үстіне демалып отырсам, алдыңғы жақтан
селдіреген ағаштың ар жағынан жұмыс істеп жатқан көрші бригаданың адамдары көрінді. Бұлар кімдер екен деп барсам, бір топ әйел ағаштың бұтақтарын жинап жағып жүр. Лагерге біраз әйелдерді әкеліпті дегенді алдында естігенмін. Міне енді әр үйдің аруының, әр баланың сүйікті анасының еңсесі түсіп, ағаштың бұтағын шаққа дегенде сүйреп бара жатқанын көзіммен көріп тұрдым. Бұл әйелдің қолынан келетін жұмыс па? Бұтақ деген бір тал шыбық емес. Үй орындай аумақты алып жатқан білектей бұтақтарды ебін тауып бұтарлау әйел үшін оңай жұмыс емес. Қажыған түрлері байқалады. Көбі орта жастағы адамдар төмен қарап өз жұмыстарымен болып жатыр. Бет әлпеті әдемі, бойы тіп-тік, жастау біреуі маған жер астынан шықтың ба дегендей таңырқай қарады. Мен де жақындап амандасып жұмыс істеп жатқан жерімді нұсқап көрсетіп, қал жайды сұрастырып жатырмын. Барлығы да 58-мен айыпталған адамдардың зайыптары, туыстары. Жақында осында келген. Бұл қыздың фамилиясы Тула. Тарту университетінде оқып жүрген студентка. Саған не кінә тағады? Кінәм ұлт саясатына байланысты шығар. Мен эстон қызымын. Басқа жазығым жоқ, деп ызалы жауап қайтарды. Мен үннен қалдым. Соңынан зона ішінде бірнеше рет кездесіп сөйлестік, мұңдастық. Бірақ басымызға түскен зауалдың сырын себебін шеше алмадық. Тек бұлай кете беруі мүмкін емес деп медет қыламыз. Жоғары жаққа аузымыз бармайды. Үйден хат алып тұрамын. Барлығын ашып жазбайды. Бірақ әр сөзден үйдің басына ауыртпалық түскені сезіледі. Ертеден кешке дейін тамақтың, заттың кезегінде тұрумен күн өткіземіз, деп жазады әйелім. Балаға қарауға да уақыт жоқ. Талансыз сорлы екен. Бәрінен бұрын біреулердің табалайтынын қайтерсің. Тек екі көзіме әлім жетеді. Бұрынғының бірі жоқ. Адам қалай тез өзгереді. Осыдан тек тірі келсең деймін. Басқа еш арманым жоқ. Күн көріс қиындап барады. Бойымдағы бар жылтырақты алқа, сырға, білезік, сақиналарды торгейінге өткізіп ұн алдық. Жақында сенің бір туман келіп, халық жауының семьясын қуып шығып, мына үйге менің кіріп алуға қақым бар, деп күш айтты. О дүние, ендігі өміріміз осылай өксумен өте ме? Көз қорқақ қол батыр. Жаз ортасына дейін біраз жердің ағашын еңсеріп, көп жұмыс тындырған сияқтымыз. Орманның шеті бұрынғыдан едәуір әрі шегінген. Үлкен алаңда жайылған қойдайдың киген түбірлердің ортасында ұзыннан ұзақ үйілген ағаш штабелдері көз тындырады. Осының бәрі тегін атқарылған жұмыс. Еңбегімізді саудаға салып жатқан біз жоқпыз. Біз тірі жүргенімізге риза боламыз. Соның өзі бізге үлкен олжа. Бірақ Беломор канал сияқты ғасыр құрылысының да осындай тегін жұмысшы күшімен салынғанын енді білдік қой. Бүкіл солтүстікте қанша лагер бар? Сан мыңдаған, миллиондаған адам кім үшін, не үшін ақтық демі біткенше сонша азап шегіп, тегінен тегін тер төгеді. Бұл озбырлықты тарихтағы қандай кезеңмен салыстыруға болады? Енді бір кезек бізді теміржолдың жаңа тармағын тарту үшін жер қазу жұмысына қосты. Кесілген ағашты тасу үшін жол керек қой. Тачкамен, носилкамен топырақ тасып, болашақ жолдың табанын көтердік. Бұл ағаш құлатуға қарағанда әрі қауіпсіз, әрі жеңіл. Оның үстіне айналаң ашық далада жұмыс істегенге не жетсін? Шексіз де жазық далада өмір кешкен Қазекеңнің бойы көтеріліп, арқасы жазылып, көңілденіп қалды. Мұнда да норма бар. Ол нормалардың бәрі ойдан шығарылған, тегіндіктен орындала қоймайтын,
адамның титығына жету үшін белгіленгендерсің. Осы жұмыстың басына қасында бір топ нөкерлері бар. Лагердің бастығы Озеров деген кісі келді. Ұзын бойлы, келбетті адам. Полковник дәрежесінде болуы керек. Сабырлы, маңғаз. Бізге көзі түспейді, тіл қатпайды, қалдерін қалай демейді. Үйілген топырақтың үстіне шығып, нығарлап басып қарайды. Көпір салатын сайды әрі-бері өлшетеді. Күзге қарай жолдың құрылысы аяқталып, өмірде дүре тимеген орыс орманының шетіне келіп тірелді. Бір күні біздің бөлімшедегі 58-дің көп адамдарын басқа жерге аударып, орнына бір топ шпана балаларды алып келді. Жаман болсын, жақсы болсын үйренісіп қалған бұрынғы қалпымызды қимаймыз. Күтпеген жерден мұнысы қиын болды. Менің бригадамның адамдары түгелдей кетті. Шағын бір топ қалдық. Осылармен қолдасып жұмыс істеймін деп жүріп, 2 рет өлімнен қалдым. Бірінде үлкен теректі сырықпен итеріп тұр едім. Еңкейіп құлайтын шамасы болды. Бірақ терек әлі тік тұр. Түбі кесіліп бітті. Мен әр итерем, бірақ қозғалмайды. Араны басып қалды, жібермейді. Бір кезде ағаш ілгері қарай емес, кейін менің үстіме қарай құлап барады. Жалт беріп үлгірдім. Бақсам, қарсы алдымыздан жел тұрған екен. Үйдей терекке жел ескесін, менің әлім келсін бе. Ал екіншісінде түбірлердің арасында майысып жатқан жуан қайыңды арамен кесіп, орта жеріне жете бергенде шатыр етіп сынып, менің алдымда тұрған түбірді солқ еткізді. Егер аяғым түбірдің алдында болғанда, күл талқанын шығаратын еді. 2 аяқтан айырылсам, мұнда мені кім емдейді? Кімге керекпін? Ажалы жоқ, дәмі таусылмаған деп осындайда айтатын болар. Күз болды, қар лаулады. Соңғы күндері бізді ағаш түйеуге қосты. Күні кеше өзіміз табанын көтерген жолда қызыл вагон, біз қатар тұрып кескен отынды бір қолдан бір қолға беріп, тақталап үйеміз. Бір нәрсе менің ойыма келеді. Осы отынды ертең біреулер біздерше қолмен түсіреді ғой. Вагонды тұтас аудару мүмкін емес. Түсірудің басқа әдісі жоқ. Тоқта. Ағаш арасына қат салып жіберсе. Мен бұдан бұрын 2 рет арыз жаздым. Еш хабар болған жоқ. Мүмкін ол тиісті орнына жетпеген болар. Қатты ашып оқиды ғой. Менің кінәм жоқ, жазықсыз соттады деген сөз оларға ұнайма. Отқа жаға салады. Өздеріне сөз келетін арызды көре тұра қалай өткізсін? Осында түсінбегенім бе? Ендеше айла керек. Қайта арыз жаздым. Айтатын сөздерімді жаттап алғанмын. Міне 2 жылға айналды. Азамат деген ардақты аттан айырылып тұтқын болып жүрмін. Деп бастаймын. Арғы жағы белгілі. Ешбір кінәсіз 3 тағанмен 10 жылға үкім шығарғанын айтамын. Небәрі 2 бетке сыйғызамын. Көп жазса оқымайтындарын білемін. Арызды бүкілодақтық ақсақал староста Калининнің атына және Правда редакциясына жолдадым. Өзімді газетчиктер қатарында санағаным ғой. Осыған қоса үйге хат жазып арызды 2 дана етіп көшіріп, жүргелі тұрған пойыздың почта вагоніне салыңдар деп тапсырдым. Конверттің сыртына осыны көрген адамнан почтаға салып жіберуді өтінемін деп бір жапырақ қағаз жабыстырдым. Кімнің қолына түседі? Тәуекел, лагерде азап шегіп жүрген бір сорлының хаты ғой, деп аяушылық етсе барар. Дүниеде қайырымды адамдар жоқ емес дейсің бе? Осылай күн өтіп жатты. Қараңғы туннелмен келе жатқанда, алыстан бір жарық сәуле көрінетіні бар ғой. Қыс ортасында СССР жоғарғы сотынан келген сіздің арызыңыздың тиісті орындарға
жіберілді деген ашық хат маған дәл осы сәуледей әсер етті. Бірақ әлі тым алыста. Оның төбедегі жай саңылау немесе алдағы кең дүниеге апаратын үлкен есік екені мен үшін әзірге беймәлім еді. Не болғанда да жақсылық нышаны. Бір күні бухгалтерияда жұмыс істейтін жалғыз қазақ жігіті бар еді. Сол жүгіріп келді. Смағұл, сүйінші, сен құтылатын болдың. Жаңа телефонограмма келді. Конвойсыз лагерь басқармасына жіберілсін деген. Келе құшақтап жатты. Өзі құтылғандай мәз мейрам. Барактағы бар адам менің қасыма жиналып қалды. Рас па, не дейді, Құдай берді деген осы. Бұл бір үлкен жақсылықтың басы шығар. Бақытты екенсің шырағым, құтты болсын. Біз үшін жыл құсы болғайсың, деп қауқылдасып қалды. Үлкендері көзіне жас алып қазақша ырым жасайды. Мен тұла бойым дірілдеп, буыным босап, не істерімді білмей тек айнала түртіншектей беремін. Шығарыңдар деген күзетшілердің әмірі біздің қуанышымызды су сепкендей басты. Бәрі сүйретіліп есікке беттей берді. Мен бір өзім қалдым. Тек жоғары сәкіде көптен науқас 3-4 адам жатыр. Оларға енді бұл дүниенің еш қызығы жоқ, еш нәрсеге елең етпейді. Менде алып ұшқан көңіл қуанышы байқалмайды. Бұрынғы өткір сезімдерім қайта кеткен. Бір түрлі селсоқпын. Ол әлі де сенбегендіктің, күдіктенудің әсері болуы керек. Конвойсыз жіберілсін дегенде не тұр? Айнала қалың орман. Біз сияқтылардың қашпайтынын жақсы біледі. Мүмкін бір нәрсені сұрау үшін, анықтау үшін алдырып жатқан болар. Әлі еш нәрсе анық емес. Түрме, лагер адамның сырт көрінісін қандай өзгертсе, ішкі жан дүниесіне де сондай лаң салады екен. Бас аяғы 2 жылға жетпейтін уақыттың ішінде әрине мұндағы әр күнді аптаға, аптаны айға, айды жылға теңеуге болады. Менің етім өліп, ақыл ойым едәуір топастанып қалған тәрізді. Зонадан тінтпей, түйгіштемей шығарды. Бар демді ішіме тартып шаққа шыдаған екем. Табалдырықтан өте беріп, бірақ дедім. Қарсы алдымнан жарқыраған күннің сәулесі, көзді ұялтып, қолыммен көлеңкелеп күлімсіреп қараймын. Орман ішіндегі қара жолмен жай басып жүріп келем. Артыма қарап қоямын. Қуғыншы көрінбейді. Жайма шуақ жаз, жасыл орман, қош ес, бұтақтан бұтаққа қонған құс. Қандай сұлу едің табиғат. Қайдан тап болғанын білмеймін. Бетін безеу қаптаған балаң жігіт қосылды қасыма. Бақташы ма, кездейсоқ серік пе, әуелі оған, содан кейін маған керек қағаздарын әкеліп бердім. Паспортқа алмастырылатын уақытша куәлік, билет беретін бланка анықтама. Небәрі 3 жыл, Унжа лагерінде болды. Ісі қысқартылуға байланысты босатылды. Бұған менің көңілім толмайды. Қалай, жазықсыздан жазықсыз тұтқынға алады, түрмеге қамайды, лагерде ұстайды, тегін жұмыс істетеді. Енді босатуға келгенде тілі байланып қалғандай, мән жайын толығырақ жазбайды. Горький қаласына келіп, Куйбышевке дейін кемемен қайтайын деп Михаил Калинин пароходына билет алдым. Бір жақсысы біздерге билетті кезексіз береді екен. Бұл аяушылықтың бір түрі ме, әлде өзінің түрінен лагерден сіңген қолаңса иісімен басқалардың жүрегін айнытпасын дегені ме? Мейлі, бұған да рахмет. Үйге келіп, семьяммен қауышып, дастархан басында өткен өкінішті күндерді ептеп еске түсіріп отырғанымда, Өмірзақ деген жолдасым, жүр, таза ауамен шамалы дем алып қайтайық деп қолтықтап алып шықты. Сен аузыңа ие бол, ондағына айтушы болма. Сақтық керек,
деп ақыл айттым. Лепірген көңіл кілт тоқтады. Өмірзақ шындығын, достығын айтып тұр. Екеуміз бірге өстік, бір ауылданбыз, жан жолдаспыз. Ол әскерде шекарада қызмет етті. Застава командирі, аға лейтенант. Қазір юстицияда заң орнында істейді. Көп құпияны біледі. Жаны ашығасын айтып тұр. Қайта ұсталып жатқандар бар екен. Осы қадірлі досым Ұлы Отан соғысында қаза тапты. Дербес бөлімнің қызметкері болатын. Адал, салмақты жігіт еді. Москвадан телевизия арқылы берілген дербес бөлімдердің қызметіне арналған бір хабарда Өмірзақ Басаровтың партия билетін көрсетті. Артында шиетте 3 баламен қаншайым деген жұбайы қалып еді. Қазір балаларының бәрі де кеудедегі азамат болды. Ортаншы ұлы Эрнст әке жолын қуып, заң қызметімен айналысты. Қазақ ішкі істер министрінің бірінші орынбасары болды. Генерал. Бір күні облыстық партия комитетінің секретары Куприянов шақырды. Сыртымнан біледі, жиналыстарда көріп жүрмін. Бірде газетшілердің жиналысында сөз сөйлегенімде, «О, сіздің сөзіңіз толған афоризм екен» дегені бар. Изм, мен шіл деген нәрседен зәрем ұшатын. Үндеген жоқпын. Сәл отырғаннан кейін сіз обкомға жұмысқа келіңіз. Насихат үгіт бөліміне қалай қарайсыз? Ойланып көрейін. Мен, деді, одан әрі ойымдағыны ашық айтайын. Сіз құйрығыңыз барын білесіз ғой. Бұл содан құтылудың жолы. Бұл құйрықтан соғыста жүріп, оның ең қиын алғашқы жылдарында партия қатарына қабылданғаннан кейін құтылдым ғой деп жүрдім. Арызымда 37 жылы халық жауы деп ұсталғанымды ашып жаздым. Бірақ біздің бір-бірімізге сене қоюымызға әлі ерте екен. Майданнан ауыр жараланып қайтып, емделіп жүргенде наганымды тапсырмай ала келгенмін. Қайтадан майданға барғанда қапелімде табылмай, автомат асынып жүруге тура келді. Басқа ойым жоқ. Үйде ілулі тұрған наганды көрген милицияда істейтін бір белсенді тумам жеткізе қойыпты. Оны алып кетті. Және өзіме сол мекемеге барып, кімге жолығуым керек екенін ескертті. Оң қолым мойныма асылған, әлі госпитальда емделіп жүрген гвардия офицерімін. Отырыңыз, майор екен, шинель жамылған, екінші біреуі аяғын стөлге тіреп, қырын қарап отыр. Наган сіздікі ме? Столының тартпасынан алып көрсетті. Менікі, неге тапсырмай жүрсіз? Мен емделіп жүрген офицермін. Ол менің жеке қаруым. Тылға кетерде қаруды тапсыру кету керек екенін білмейсіз бе? Білемін. Қайтадан майданға барғанда кейде жеңіл қару қолға түспей, автоматпен жүруге тура келеді. Тек сол үшін. Мына наган сіздің өзіңізге берілген қару екен немен дәлелдейсіз? Менің жеке куәлігімде қарудың системасы, номері жазылған. Кәне көрсетіңіз. 8-ші гвардия дивизиясы 19-ші полкының командирі Бауыржан Момышұлы қол қойған куәлігімді ұсындым. Алып оқып наганның номерін салыстырдым. Куәлік бізде қалады. Ол менің жеке басымның куәлігі. Әр қашан керек. Енді сізге госпитальдан анықтама береді. Сол жарайды. Онымен қойған жоқ. Қайда туғанымды, әскери алынуға дейін қайда жұмыс істегенімді жазып алды. Маған бәрінен бұрын Баукен қол қойған документ қымбат еді. Қайтадан ол полкке тап болуым екі талай. Бірақ Баукен қол қойған куәлік осы жолы мені жаңа бір азаптан құтқарып қалғанын соңынан түсіндім. Баукеннің бұршақтай бораған оқтық астында жүргеннің өзінде аса қамқорлық жасап, әр офицеріне куәлік тапсырып,
оны сондай ұқыптылықпен толтырып, көрегендік, сақтық көрсеткеніне мыңда бір рахмет айтпасқа бола ма? Осыдан 45 жылды артқа тастап, базардан қайтып келе жатқанда, жас құрылысшылардың баяғы үрейлі үйдің астан кестенін шығарып құлатып жатқан үстінен шықтым. Сырттан суық жібермейтін, іштен дыбыс өткізбейтін метрге жуық қабырғаны шетінен қопарып, шаңын бұрқыратып машинаға тиейді. Талай жасырын қиянат істің, неше түрлі сұмдықтың тілсіз куәсі болған үй едің. Барлық жамандық сенімен кетсін, деп мен де сыңар уыс топырақ шаштым. Оқасы жоқ. Сенің орныңа күні ертең осы жерге еңселі де сәулетті жаңа үй тұрады. Нақ осындай ескіні қопарып, жағымсыз керексіз зиянды дегеннің бәрін сыпырып, сылып тастап, қоғамымызды жаңғырту жүріп жатыр. Адамзаттың ежелден арманы болған социализмді өткендегі оңын айналдырушылықтан арылтып, Ленин ұғындырған таза қалпында дамыту көзделуде. Еш елге қол жаймайтын, еш нәрседен кем түспейтін дәрежеге көтеріліп, халқымыз материалдық тапшылық, рухани тоғышарлық сезбейтін, адамды және адамгершілікті қадірлеу үшін шын мәнінде өмір заңымызға айналатын кезеңге жетеміз деп үміттенеміз. Осымен менің тыңдармандарым «Адам тозаққа да төзеді» әңгімесі аяқталды. Адам басына түскен нәрсенің бәріне көнеді деп ойлаймын. Бұл ағамыздың басынан өткенін ешқайсыңызға бермесін. Ешқайсыңыздың тағдырыңызға бермесін. Әңгіме ұнаса, парақшама жазылып, лайк басып өтіңіз. Әңгімені соңына дейін тыңдағаныңызға үлкен рахмет. Аман болыңыздар.